Екі, үш. Сәлем достар, сіздермен бірге біз МО 411 қыздары. Бүгін біз бәрімізге өте маңызды және өзекті тақырып, яғни уақытты тиімді басқару туралы әңгімелесетін боламыз. Уақыт өміріміздегі ең құнды ресурс болып табылады. Біз оны тоқтата алмаймыз, алайда оны тиімді пайдалана аламыз. Бүгін осы тақырып бойынша біз өз тәжірибемізбен бөлісетін боламыз. Бүгін мен жүргізуші және де Ажар мен Тоғжан, біз жауап беруші боламыз. Яғни осы тақырып бойынша өз пікірлерімізді айтып, Әселдің қойған сұрақтарына жауап беретін боламыз. Жалпы сіздерге бірнеше сұрақ қоямын. Бірінші сұрақ, уақытты басқару үшін не маңызды деп ойлайсыздар? Мен бірінші жауап бере кететін болсам, менің ойымша уақытты дұрыс басқару үшін ең маңызды нәрсе ол жоспар деп ойлаймын. Яғни қандай жұмыс жасамас алдын жоспарлау керек. Бұл мен үшін маңызды іс пе, бұл қашанға дейін орындалу керек іс, соның бүкілін ұмытып қалмас үшін мен жоспарға жазып жүремін. Бұл менің өзім тәжірибемнен алынған. Мәселен, бізге осы апта сабақтардың ішінде көптеген пәндер болады. Мәселен, бізде қазір 10 пән өтіп жатырмыз. 10 пәннің ішінде бізде әртүрлі тапсырмалар бар. Мен соны ұмытып қалмас үшін сразу бір апталық жоспар арнап қоямын. Және сол жерге өзім тапсырмамды жинақтап жазып қоямын. Алдағы уақытта бұны толық ашып айта кететін боламын. Жалпы маңызды жауап берген сұрағым осы жоспар деп ойлаймын. Ал мен уақытты тиімді пайдалануда ең бастысы белгілі бір мақсат болуы. Яғни егер сен бір мақсатқа жетемін десең, ол кезде уақытыңды тиімді пайдаланып, өзіңнің жалпы құнды ресурстың былай айтқанда бағасын біле білу қажет та сол мақсатқа жету жолында. Мен жалпы мақсат қою ең басты деп түсінемін. Шынында да негізінен уақытты дұрыс пайдалану бұл әр студент үшін және әр адам үшін өте маңызды деп ойлаймын. Кейде біз күні бойы шаршаймыз, ал кешке келгенде не істейтінімізді білмейміз. Сол үшін ең маңызды басты құрал жоспар құру деп ойлаймын. Мен де сіздермен толықтай келісемін. Келесі сұрағымыз, уақытты тиімді жоспарлауға көмектесетін қандай да бір әдіс бар ма сіздерде? Әдіс дегенде мен бүйтіп әдіс деп айтпаймын. Менде как обычно просто бір апталық жоспар болады. Мен заметканы қолданамын. Заметкедегі кәдімгі обычно кесте қойып қоямын. И күндермен сол күнде орындалу керек жұмыстарымды жазып қоямын. Мәселен, дүйсенбі осындай сабақтың лекциясын жазу, алдына күні осы тапсырмаларды орындау деген секілді, немесе ерте бастан бөжер тақырыбын беріп қойған болса, жоспар күнімнен бір күн артық бос күн, еркін күн болатын болса, мен бөжімді сол күнге сыйдырып орындап тастауға тырысамын жалпы. Бірақ менде айтарлықтай әдіс жоқ. Сізде ше? Менде негізінде бұл уақытты тиімді пайдалануға жатады ма, жатпайды ма білмеймін, бірақ мен мүмкін өзімнің бос уақытымды тиімді пайдаланғым келеді. Мысалы, мен кейде бір сериалдар, фильмдер көргім келеді. Сол нәрсені менде Ажар сияқты заметкаға аттарын жазып қоямын. И көрген фильмдарыма белгі қойып отырамын, птичка қойып отырамын. Мүмкін бұл нәрсе жатады ма, бірақ білмеймін. Менің басымнан өз басынан болсын. Сіздің де ойыңыз сұрайық. Жалпы менде де дәл солай. Негізі заметке әр студенттің басты құралы деп ойлаймын. Менде де дәл солай. Мен заметкеге қоямын және птичка қою арқылы барлығын орындап шығамын. Негізінен жалпы ол өте маңызды және өте тиімді деп ойлаймын. Одан кейін жоспарды орындап болғаннан кейін птичканы көрген сайын кайф боласың ғой. Бүгінгі күні мен бүгін молодеспін деп өзіңді қайта күшті оқып. Рахат жеңіл сезініп қаласың негізінен өзіңді. Келесі сұрақ, осы уақытты тиімді басқару үшін қандай кеңес бере аласыз студенттерге, жастарға? Ең бірінші мен айта кететін болсам, негізі ерте тұрған абзал деп ойлаймын. Қандай обедте оқысаңыз да, азанда оқысаңыз да ерте тұрып, бәрібір таңғы уақыттың берекесі деген болады. Ерте тұрғаннан кейін жуынып, тамағыңызды ішіп, жалпы көңіліңіз де күшті болады. Кортизол гормоны аз бөлінеді дейтін ақпараттар бар ғой. Жалпы ерте тұрғаннан кейін ояу, жалпы сараң таза болады, ақыл ойың сергек болады. Сол кезде жаттай алмай жүрген бір маңызды бір пәндерді оқып, бір сабақтарды оқыған бұл бізге пайдалы болып табылады деп ойлаймын. Жалпы мен ойымша ерте тұру деген секілді. Адамдар айтады ғой, түнде оқысам миыма кіреді деп. Оның барлығы өтірік әңгіме деп ойлаймын. По-любому түнде ол жарықтың дұрыс түспеуі бар, одан көзің ауырады. Сол үшін ерте тұрып оқыған ол миға жақсы сіңеді деп ойлаймын.
жалпы мен уақытты тиімді пайдалануда белгілі бір әдіс тәсілім бар деп айта алмаймын, бірақ меніңше уақытты тиімді пайдалануда ең бастысы дисциплина дейді ғой. Дисциплина маңызды. Жаңа Ажар айтып отқандай, кешке ерте жатып, азанда ерте тұру, ол да бір дисциплинаның түрі болып табылады. Мысалға айтқан кезде уақытты тиімді өткізу үшін жаңа әсел өзің айтқандай ғаламтор желілерін былайша қолданғанда уақытын аз қолдануда, бұл да уақытты тиімді өткізудің, оның орнына өзінің жақындарымен уақыт өткізу, ол ерекше саған әсер, эмоция сыйлайтын дүние болып табылады. Жалпы айтқанда, мен де сіздермен келісемін. Ерте тұрған кезде негізі өзіңді жеңіл сезініп қаласың. Ерте тұрғаннан кейін бір ісің ерте аяқталады, сен оған қатты қуанасың, өзіңе мақтанышпен қарайсың. Мысалы, әр еркек, мысалы, ерте тұрған еркектің бірі сартық, ерте тұрған әйелдің бірі сартық. Иә, сол мақал бар, негізі мен сол мақалға қатты негізі түсініңіздер ғой, чипасын айтасыз ғой. Одан кейін тағы да бір қоса кететінім, жалпы әлеуметтік желілер бар ғой, осы уақытты көп алатын әлеуметтік желілер. Бәрімізде инста, тикток деген секілді дүниелер өте бір вирусный дейді ғой, сондай болып кеткен да, тәуелді болып қалғанбыз. Мен сол үшін мынандай әдісті қолданамын. Әдіс емес, енді просто мен артық адамдарға тіркелмеймін. Менде өзімнің достарымнан бөлек блогерлерден бір 4 блогер бар деп айтсам болады. Ал блогерлердің өзі көп салмайды, андай бір просто ақпарат беретін блогер. Ал былай сәлем достар деп өзінің блогын жүргізетін блогерлер емес менің тіркелгенім. Ал менде блогер жоқ, мен тек өзіме ғана блогер. Керемет. Сондай өзіңізге артық адамдар сақтап қажет емес, ол біріншіден өзіңіздің босқа олардың историясын көріп уақытыңызды аласыз. Мұндай негативный адамдар болады, ол көргің келмейінше, солардың түрін көрсең жындан көресің. Энергияң сонымен кетеді ше. Менде жалпы осы ғаламтор желісін көп қолданбау үшін осы Instagram, TikTok'ты ұялы телефонның басқа бетінен басқа файлдардың ішіне салып жіберемін. Ол кезде мен ойымда ми қалыптасады, мен былай қараймын, ол Instagram, TikToктың сыртқы бейнелерін көрмеймін, сондықтан мен ол нәрсені кірмеймін деген секілді. Тағы бір не, мен короче сообщение көп беретін бізде екі группа бар. Осы екі группа мен общий папка дегенге көп қоямын, и оларда маған сообщение көп келіп тұрмайды. Мен өзім босаған кезімде кіремін, и сол кезде папканың ішіне кірген кезде ғана ол сообщениелерді көремін. А так былай мазалайтын басқа менде чаттар болмайды. Вниманиені алмайды. Мен негізі, мен де мойындайын, мен WhatsApp желісінде өзімнің группамда безуқалыққа менде мүлдем сообщение келмейді. Сол арқылы мен ойым басқа жаққа беріліп немесе бөлініп кетпейді. Мен өзімнің ісімді бітіріп болғаннан кейін барып, уже сол группаны ашып, хабарламаларды ары қарай оқып, ответ беремін. Меніңше жақсы әдіс сияқты. Ажар, қалай ойлайсың? Енді мен старшты болғаннан кейін Менде ондай жоқ дейсіз. мен старшты болғаннан кейін мені көбі сөйтіп звондап жатады, сол үшін ол нәрсеге қоя алмаймын. WhatsApp-ым ашық тұрады, но Инста мен TikTokта сондай беззвучный режимде тұр. Біздің игілігімізді ойлайсыз сондай. Ал менде тіпті бізде Instagram желісін, сонымен қатар TikTok желісін өшіріп тастаған жағдайларда болды. Яғни TikToктан немесе ғаламтор желіден жалыққан кезде оны өшіріп тастасаң, негізі уақытыңның қаншалықты маңызды екенін түсінесің негізінен. Көп уақытты негізі шынында да ғаламтор желілері алып қояды. Келесі сұрақ бізде, егер, енді өте маңызды сұрақ деп ойлаймын сіздер үшін, егер уақытты артқа қайтаруға мүмкіндік болса, нені басқаша істер едіңіздер деген сұрақ қойғым келіп отыр сіздер. Сонда сіз біздің жеке өмірімізге араласқыңыз келіп тұр. Уақытты қайтарғанда мен жалпы бұл нәрселерді кеш түсіп жатырмын ғой, ерте тұру деген секілді. Мен ОБТ кезінде осы ерте тұруды кеш бастап қойдым. Мен 6 ай бойы ұйықтадым. 6 ай бойы ұйықтадым. 12 қазір басқаруды оқиды бірақ. Қазір енді оқып жатырмық қой, бірақ Құдай бұйыртты деп ойлаймын. Бірақ сонда да мен өте қатты қателестім. Уже кейін жас айларынан бастап менде уже ақыл кіріп, мен түсініп бастадым да, кішкене ерте тұрып бастадым. Бірақ өкінішке орай менде аз болып қалды. Мен осы дүниені ерте қолыма алған кезде, может, бұдан да жоғары балл жинар ма едім деген секілді ойлар бар менде. Осы ерте тұру өте жалпы миыма қатты киіп отырмын. Қазіргі таңда көптеген мектеп бітіруші түлектерде осы мәселе. Мысалы, бізді көріп отырған мектеп бітіруші түлектер болса, сіздерге студенттерден кеңес, азанда ерте тұрыңыздар. Одан кейін жаңа айтқанда жоспарды ұмытпаңыздар міндетті түрде. Бұл ОБТ кезінде өте маңызды нәрсе. Ал менің уақытты артқа қайтарар болсам, мен керісінше Ажар, саған айтарым, мен өзім азанда ерте тұрып, кешке ерте жатып оқыған адаммын. Бірақ ол нәрседен өзім шаршап қалғандаймын. Менің денсаулығым және де мүмкін ол нәрсе стресстен де болар, осы оқуға деген стресстен. Бірақ енді мен бұл жерде саған
қарсы тарапта тұрдым десек те болады. Негізі дұрыс. Менде баяғыда ортаға дайындалған кезде менде ерте жатып ерте тұрдым, бірақ мен нейтрально қараймын. Негізі бұл маған өзінің пайдасын әкелді деп ойлаймын. Себебі мен таңерте ерте тұрған кезде барлық ақпаратты жақсы қабылдадым. Соның әсерінен өзіме лайықты балл жинадым десем де болады. Бұл жақсы. Жақсы. Ал болашақта осы уақытты тиімді басқару үшін қандай дағдыларыңызды дамытқыларыңыз келеді? Жаңа айткендей айта берген ба? Мен негізі қазір сабағым түсте болғаннан кейін көп ерте тұрмаймын. Негізі 9-да тұрамын, бірақ енді мен ерте тұрып жүргім келеді, прям андай 6-дан бастап бір кинодағыдай бір жаттығу істеп қиялым ғой енді. Иә, сондай бүйтіп кішкене денсаулыққа да пайдалы деген секілді. Бірақ әрине қолға ала алмай жүрмін. Осы нәрсені кейін қолға алғым келеді, прям міндетті түрде не істейтіндей. Күнде де келесі мен артық нәрсеге уақытымды әлде де көп бөлетін секілдімін. Менде әлде де әлеуметтік желілер бар болғандықтан кішкене көп уақытым соған кетеді. Мен алдағы уақытта бұдан да осы әлеуметтік желіге құтатын уақытымды азайтып, сол уақытта кітап оқығым келеді. Сол үшін жалпы кітап оқығым келіп жүр осы уақыттары. Менде Ажардың айтқанына қосыламын. Мысалы, менде болашақта жоқ қылғым құртқым келетін дағды, мысалы, жоқ, айтсам болады. Дамытқым келетін дағды, иә. Ол мүлдем әлеуметтік желіде отырғым келмейді. Егер де бұл нәрсе мүмкін болса. Себебі менде мысалы түнде төсекке жатар кезде бәрібірде әлеуметтік желіде көп уақытымды жұмсап 1 сағат бойы сол желілерде отырып қаламын. Сондықтан мүмкін менің адамдар айтады ғой, ұйықтар алдында 1 сағат бұрын смартфонды мүлдем қолданбау қажет. Сол кезде сенің миың жақсы демалады дейді. Ал бірақ бізде керісінше 1 сағат бұрын біз әлеуметтік желіде тұрамыз. Ұялы телефонмен қолданамыз. Бәрін бітіп тастап, енді өзіміз қалып сөйтеміз ғой бәріміз. Негізі Бұл нәрсе негізі дұрыс емес. Сондықтан Ажар да жақсы айтты, жаңағыдай таңертең тұрып жаттығумен араласу деп қоямын. Айналысу. Яғни бұл денсаулық зорбайлық демекші, ол денсаулыққа жақсы әсерін тигізеді. Сонымен қатар жаттығудан бөлек өзіңе ұнайтын хоббиларды қайта дамыту, яғни телефонда, яғни ұялы телефонда отқаннан көрі өзің жақсы көретін айналысатын істерді дамыту, яғни өз-өзіңе инвестиция салу керек деп ойлаймын. Жалпы осы подкаст жақсы өтті деген ойдамын. Өз ойларыңызды өте жақсы айттыңыздар. Жалпы яғни уақытты тиімді басқару бұл тек қана жоспар емес, сонымен қатар өз-өзімізді дамыту, яғни өз-өзімізді реттеу деп ойлаймын. Жалпы сіздер де менімен қосыласыздар деген ойдамын. Сондықтан біз әр күнімізді өте тиімді өткізуіміз қажет. Сол себепті өз мақсатымызға бір қадам болсын жақындауды алға қоюымыз қажет деп ойлаймын. Ал тыңдармандарға айтарым, уақытты жоғалтпай, өз-өзіңді дамытуға, өз-өзіңе инвестиция сал дегім келеді. Жалпы қорытындылайтын болсаңыз. Мен де өз пікірімді айта кететін болсам, жалпы қорытындылай келе, бұл подкастта бір керемет өтті деп ойлаймын. Кішкене аз уақыт болса да, және де түйіп аларлықтай бір ой айттық деп ойлаймын. Тағы қорытындылай келе бір айтатыным, біз айтқан нәрсеге ерте тұру деген секілді біз айтқан нәрсемізді орындау шарт емес. Әр адамның өзінің шынымен де өзіне удобны жақтары бар. Может, шынымен де біреуге түнде оқыған ыңғайлы болатын шығар деген секілді. Сол үшін мен жоспар құрмадым ғой, блин, жұрттар сияқты жоспар құрып жүре алмаймын деген сияқты өзін кінәлі сезінбеу керек. Өзіңізге қалай ыңғайлы, уақытыңызды солай басқарыңыз. Әлеуметтік желі ұнай ма, оны да басқарыңыз, бірақ мына жердегі реалистік өмірді ұмытып кетпей, жалпы дамуға да көңіл бөліңіз деп айтқым келеді. Ажардың айтқанына қосыламын. Әр адам жеке индивид демекші, әр адамның өзінің ойы, ой санасы болады. Соған байланысты жалпы болашақта келешектегі мақсаттарыңыз, армандарыңыз үшін өмір сүріп, уақыттарыңызды тиімді пайдаланыңыздар. Жалпы қосылыңыз. Сау болыңыздар.